Әке, сіз осы жерде отыра беріңіз, ал мен барып ойнап келейін. Қызым, сен ұзақ ойнамашы, жарай ма? Мен үлкен кісімін, оның өзінде бір сағаттан соң мен футболдан чемпионатын басталады, жарай ма? Саспаңыз, әке. Мен сізге арнайы газет әкелдім. Мінекей. Осыны оқи тұрыңыз. Жарай. Барам. Әке, менімен ойнаңызшы. Қызым, мен үлкенмін, маған болмайды, ұят болады, түсінесің ба? Әке, Өзің ойнаңыз. ойна ғой, барам. Өзің ойна ғой. Әке, бірге ойнайықшы, келіңізші. Ойнай бер, қызым, ойнай бер деймін. Әке, мұныңыз не? Мен ойнап болдым, жүріңіз. Қазір, тоқтай тұршы, мына қызық екен. Тоқтай тұр, жігіттер. Ана батут күшті екен, кетік соған. Жігіттер, мықты екен, кет. Қарашы, қандай сұлу. Ой, біз жүзде өскенде сұлу боламыз. Ананы қара, көйлек қандай әдемі. Иә, сөмкесі де әдемі екен. Иә, қандай әдемі десеңіз. Ана көк көйлектегі қыздың стилі әдемі. Не дейсің? Стилі жақсы екен. Ол не тағы? Стиль деген киін ерекшелігі. Онда біз өз стилімізді табайық. Ол үшін еріктеу керек. Онда артистерге, фотомодельдерге қарап, еліктейік, сосын ары қарай өз стилімізді табамыз. Дұрыс айтасың, кеттік.
Men keldim. Gidesinler mi? Әші. Mınaların nemeni? Бұл біздің стиліміз. Бұл әділетсіздік. Сендердің топтарда кілең мықтылар жиналған. Біз өз тобымызды қайта жинақтаймыз. Қазір балалармен келеміз. Мықты боламыз. Келіндір. Я. Ұстап тұрыңдар. Сен кімсің? Алтынай. Мен де Алтынай. Аха, сен оңға. Аружан. Сен солға. Аида. 35, сен де оңға. Сапқа түзу тұрыңдар. Аида. Бізге 15 килограмм жетпейді. 15 дейсің ба? Мен бармын. Мен 15 килограмммын. 15 дейді? Біз тура теңдей бөліндік. Енді жарысымызды бастаймыз. Sakınındayım Mustafa olsayım Süreyek oynat kırıp Oy Şırkın oy Kussa Sapinandaya Mosta bolsaya Şireyek ayna kırıvı Oy Şırkın ay Kısta
Ай, Ұланжан. Ай, Ұлантай. Ұлантай? Келе ғой, кел. Келе ғой. Ұлантай? Не болды? Ата, мен сіздің анаңызды ұрлаған жоқпын. Шын айтам, мен сіздің анаңызды ұрлаған жоқпын. Ұлантай, білем ұрламағаныңды. Білем. Не болды? Алмажың келіп тұр ма? А? Ұлантай, ұрлық жасамай, өнегелі бала болып өскенің үшін мен саған алма берейін. Ыдысың бар ма? Онда қалтаңды толтырып жинап ала ғой. Ай, Ұлантай, қайда кеттің, ай? Ай, тоқта, алма же. Қыз ғой. Ата, Ау. міне ыдысыңыз. Алма салып беріңіз. Қызым, түйсуге болмай. Қызым болмай. Қайшын алма. Жіпті де орнына қой, қызыма кедер жасамашы. Болмайды қызылматан беруге. Ушағыма көйлек тігем. Қызым, маған кедер жасадың ғой. Қазір. Анашым. Мынау, мә. Соны ала ғой. Намата маған ұнамайды. Қызылмата бермішсіз. Қызылмата қызымен өзіме жетпей жатыр ғой, қарамайсың ба? Қызылмата аз екен. Онда мен сізді Айшеме айтып берем. Қызым, құлайсың қазір. Тимеші, қызым. Түс енді қазір құлайсың сен. Қызым, не болды саған? Кедер жасама маған. Түші, құлайсың. Сәлеметсіз. Жұлдыз Алмасқызы осы үйде тұрады ма екен? Я мен. Сен ба кішкентай қапшайым? Сіздерге сәлем деме. Сәлемдеме? Бұл не? Я, шынымен бұл не? Алдымен сәлемдемені алдым деп мына жерге қол қойыңыз. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Әшімнің сәлемін кезмесі ғой. Әжемнің кесін ба? Әдемі ғой қызым. Наматан қара. Болмайды. Енді мен қуыршағыма жоқ, миллион көйлек тігем. Ғажап. Наматан қара. Қызым, наматан маған берші. Жоқ, болмайды. Маған берші, қызым. Болмайды. Сенде мата көп қой, қызым. Бәрін сұрап қылып қайтесің, маған берші, а? Болмайды. Қызым, сен балмұздақ жегенді жақсы көресің ба? Я,
Онда сен маған қызыл матаны бер, мен саған балмұзды алып берейін. Жоқ, Қызым. болмайды. Анашым, Қазір. танышыр. Қазір, қызым. Ой, қызым, мынау не? На бәрі маталар сіздікі. Қайсы, қызым? На матаны көйлегіңізге қосыңыз. Қызым. Наның бәрі бірақ көйлек кешетті.